Бұл пневмокок. Сырт көзге зиянсыз көрінгенімен ауыр салдарға келіп соғатын бактерия. Соның ішінде құлақ инфекциялары, өкпенің қабынуы, қанның бұзылуы және менингит тудырады. Бұл бактерия үшін ешқандай шек жоқ. Бір жерден екінші жерге еркін көшіп, сәбилер мен қарттарға жиі жұғады. Олай болса, өзіміз бен жақындарымызды инфекциядан қалай қорғай аламыз? Әлемнің 130-дан астам елінде қолданылатын екпенің көмегімен ғана қорғануға болады. Қазақстанда европалық вакцинаны 2, 4, 12, 15 айда қолданады. Бұл екпе вакцинация күнтізбесінде пайда болғалы, балалар арасындағы пневмония 50%-ға, ал өлім-жітім 20%-ға азайды. Әйтсе де, өзге де дәрілер секілді екпе жанама әсерлер тудыруы мүмкін. Әдетте ол симптомдар 2-3 күннен кейін өздігінен кетіп қалады. Бастысы, вакцинаның өзіңіз бен жақындарыңызды сақтаудың ең тиімді әрі қарапайым тәсіл екенін есте ұстасаңыз болғаны.